Саламатсыздар ма, құрметті отандастар, жерлестер. Дана халқымыз айтқандай, қариясы бар елдің қазынасы бар. Ал біздің ата заңымызда көрсетілгендей, ең қымбат қазына ол адам. Дейтін болсақ, Қазақстан Республикасындағы әрбір отбасында, әрбір азаматтың ең бірінші қадірлейтіні ол үлкендері. Аталарымыз, әжелеріміз, ағаларымыз, апаларымыз, яғни қариялар қауымы. 1 қазан халықаралық қарттар күні қарсаңында мен өзімнің анамнан бастап түгел үлкен қарияларымызды осы бір мерекемен құттықтағым келеді. Өйткені сіздердің еңбектеріңіздің арқасында Қазақстанымыз көркейіп, қадам басып, гүлденіп келе жатыр. Қариялардың еңбегін бағалайтын жас ұрпаққа Алла тағалам сана берсін. Осы жастарымыз әрқашанда қарияларымыздың алдын кеспейтін, олардың ұлағатты ақылын тыңдайтын, өмірлік тәжірибесінен сабақ алатын азаматтар болып өсетіндігіне менің сенімім бол. Өйткені осы бір тарихи сабақтастық арқасында мынау ұлы далада мемлекеттік, халық дәстүрі, ұлт сақталып келе жатыр. Олай болатын болса, мереке құтты болсын, барлық қарияларымызға зор денсаулық, ұзақ өмір, қайырлы ғұмыр, қайырлы ұрпақтар тілейміз.